Кәсіби қазақ тілі пәні бұл биология мамандығының студенттеріне арналған. Бүгінгі сабақтың негізгі дәрісі бұл табиғат тіршілік көзі. Осы табиғат тіршілік көзі жайында айтылған кішкене ой пайымдаумен танысып, осындағы ақпаратты ары қарай толықтырып жалғастыруымыз керек. Енді адам табиғат ортасында өмір сүріп тіршілік етеді. Саналы ойлаудың арқасында ол өзінің адам ретіндегі алғашқы пайда болған дәуірінен бастады деп ары қарай осы мәтінді толықтырып, сол мәтінге сай лексикалық тапсырмаларды минимумды орындаймыз. Бірінші тапсырма. Ақпарат желісіндегі мына мәліметке көңіл бөліңіз. Мұндай келеңсіз жағдайлардың орын алу себептеріне түсінік беруге тырысыңыз. Бірінші мәлімет. Сәттілік пе, жоқ әлде өмір заңы ма? Мектеп қабырғасын бітірген соң жоғары оқу орындарының біріне мемлекеттік грант бойынша оқуға түстім. Сағымдай сырғыған уақыттың қалай тез өтіп кеткенде аңғармаппыз. Қатарластарымнан қалмай дипломды алдым. Бірақ болашағым бұлыңғыр. Келесі. Осы мәліметке сай, сіз өзіңіз оқуды қалай таңдадыңыз? Сіздің болашақ мамандығыңызды таңдауға қандай себептер түрткі болды? Сол жайында қысқаша пікір білдіріңіз. Келесі. Екінші тапсырма. Сұрақтарды басшылыққа ала отырып, өз болашағыңызға жоспар құрыңыз. Жоспарда мынадай мәліметтерді назарға алуымыз тиіс. Қандай мекемеде кім болып жұмыс істегіңіз келеді және неліктен? Сіздің қиялдағы арманыңыз бен өмір шындығы сәйкес келеді ме? Қиялдың шындыққа айналуы үшін не істеу керек? Сіз алғаш рет жұмысқа барасыз. Өз көңіл күйіңізді баяндаңыз. Үшінші және төртінші, бесінші тапсырмаларда мамандықтың сыр деңгейін айқындауға бағытталады. Мұнда өз мамандығыңыздың артықшылығы жайында әңгімелеңіз. Өз ісінің шебер тақырыбында құрбыңызбен сұхбаттасыңыз. Мен таңдаған мамандық тақырыбында эссе жазыңыз.